Сіз білесіз бе, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев пен Шона Смаханұлын не байланыстырады? Бірде Шон ағамыз Қонаевтың қабылдауына келеді. Өкінішке орай алдын ала жазылмаған соң ол кісіні кіргізбейді. Сонда Шон ағамыздың тапқырлығы хатшыны шақырып алып айтады: мен Қонаевтың жалғыз бауырымын, ол Қонаев болса, мен Шонаевпын дейді. Сондан сенген хатшы ол кісіні қабылдауға кіргізеді. Демекеме келген Шон ағамыз былай дейді: Демеке, мына Алматыда қазақ мектептерінің саны азайып бара жатыр. Бізге дереу тез арада қазақ мектептерін ашу керек. Менің осы ұсынысыма көмек беріңіз. Сізден басқа ешкім көмектесе алмайды дейді. Қонаев мырза, маған адамдар атақ сұрап келеді, даңқ сұрайды. Енді бірі тіпті үй мен көлік сұрап келеді. Тіліне қазаққа жан ашып келіп тұрған тұңғыш азамат өзіңсің деп қолын алады да бірден бұйрық жазуға кіріседі. Содан Шон ағамыз тағы да тұрып айтады: Демеке, ренжімеңіз, жаңа айтып кеткен бір өтірігім бар еді дейді. Ол қандай өтірік деп сұрайды. Сонда Шон ағамыз: жаңа сіздің хатшыңызға мен Қонаевтың жалғыз бауыры Шонаевпын деп айтып кеттім дейді. Демекен қарқылдап бір күліп алады да Шон ағамызды ортаға алып шығып: бұл менің бауырым Шона, бұл Шона, енді оны кезексіз кіргізіңдер деп айтады. Балабақша санын қоспағанда 125-тен аса қазақ мектептерінің ашылуына ықпал еткен Шон ағамыздың өмірі жайлы, естеліктері мен зерттеулері жайлы білгіңіз келсе, кітапханамыздағы Ерман Абдиевтің «Шоқ тілді Шона» кітабын оқуға кеңес береміз.